шын тыңдайтын қазір өзі әнші жоқ. Енді сіздерге айтайын. Енді әрине біз мына бұл енді қазақ вокалының табысы, біз Димашты тыңдаймыз. Димаш өте үлкен. Әсіресе соның ана алғашқы әндері, жаңа Дайдидау, соларды бәрі өте үлкен. Ал енді одан кейін мен енді өзі тыңдайтыным, сол өзімнің бұрын тыңдап келе жатқандарым, сол егер эстрададан айтатын болсақ, мен сол кімді? Роза Орынбаеваны тыңдаймын, мысалы. Мақпал өте керемет. Ол енді Жанар Айжанова. Енді Жанардың бұрын домбырасын ептеп тыңдайтынбыз, енді ол домбырамен шықты ғой. Содан кейін бұлар басқа өріске кетті. Енді мысалы Мейрамбек мысалы өте жүрегімен айтады әнді. Оны жоққа шығаруға болмайды. Ол өнерпаз, үлкен өнерпаз. Енді мына жас буыннан Үкітай. оны естімеппін, Үкітай дегенді.